Елбасы жолдауында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыруды және іске асыруды жалғастыруды аса маңызды міндет ретінде алға қойғаны белгілі. Жамбыл облысы бойынша тәртіптік кеңесінің төрағасы Ғалым Тұрсынбаев Жамбыл ауданында кездесу өткізді. Жиын мемлекеттік қызметкерлермен кездесуден басталды. Қатысушылар алдымен тақырыпқа қатысты видеоролик тамашалап, одан соң Қазақстан Республикасы 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын жан-жақты талқыға салды. Ғалым Тұрсынбаев аудан активіне қашанда сыбайлас жемқорлықтың салдарын жоюмен арпалысқанша ең тиімділігі оның алдын алу екендігін баса айтты. Тұтынушы азаматтарды түсіндіру жұмыстарын қамтуды сұраймыз. Бұл жұмыста азаматтарға құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тетіктерін түсінікті әрі білікті жүргізуге қабілеті бар мамандарды пайдалана отырып, кәсіби негізде жүргізген жөн. Талай сыбайлас жемқорлық бұзушылықтары азаматтар мен өз заңды құқықтарын іске асырған кездегі құқықтық сауаттылығын әлсіздігі салдарынан орын алады. Қоғамдағы құқықтық нигилизмді түбегейлі жоюына қол жеткізу қажет. Бұл ахуалды түзеу үшін халық арасында кең ауқымда түсіндіру жұмысы, олардың жасын, кәсіби, өзге де ерекшеліктерін ескере отырып, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру жөніндегі жүйелі әрі тынымсыз жұмыс жүргізілуі керек. Сондай-ақ Басқосуда аудандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес мүшелерінің 2014 жылғы қорытынды есебі тыңдалды. Былтырғы жылы заң талаптары бұзған үшін 2 лауазымды тұлғаның үстінен қылмыстық іс қозғалған. Жемқорлыққа жол бермеу мақсатында әр мекемеге арыз-шағымдар жәшігі қойылып, сенім телефондары жұмыс жасайды. Кездесуден кейін тәртіптік кеңестің төрағасы Нұр Отан партиясы Жамбыл аудандық филиалында қоғамдық қабылдау өткізді. Онда тұрғындар көкейлерінде жүрген түрлі сұрақтарға тұшымды жауап алды. Аудандық газеттен бүгінгі қоғамдық қабылдау болатынын біліп келдім. Өзімнің сұрағымды қойып, қанағаттандыратындай жауап алдым. 2012 жылы оқу бітіргем, жерге орналастыру мамандығымен 3 жыл бойы жұмысқа орналаса алмағандықтан бүгін келіп отырмын. Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің тұтастай қоғамның басты міндеті мен борышы. Осы кеселге қатаң бағытталған мемлекеттік бағдарлама жоғары деңгейдегі жауаптылықпен іске асырылуы тиіс. Гаухар Оспай, Сапар Сергұлы, жаңалықтар қызметі, Жамбыл ауданынан.